Мен қатты ашуланғанымда бір затты дұрыстап ойлану үшін маған семечка керек болады. Қасыма бір пачка семечканы әкеліп қоямын да шағып отырып ойланамын. Не жасадым, не істедім, менікі дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Ой, әңгіменің неден басталғанын айтып берейін сіздерге. Негізі ше, қыз бен жігіт болып жүріп, сөйтіп барып үйленгеннің бір жақсы жері, бір-біріңнің мінезін білесің да, уже мінезің шығарып қоясың. Сосын барып былай ұрысқа да басқаға да қатты келе бермейсің деп ойлаймын ше. Өзі солай ма? Қыз жігіт болып біраз жүріп үйленгендер комментария жаза кетіңіздерші. Біздер деген 3 рет кездесіп, уже тойымыз болып кеткеннен кейін жүріп мінезіміз білмей енді біліп жатырмыз. Енді біліп жатық дегенде кішкене ашуланып бір-бірімізге қатты сөйлеп қоятынбыз. Сөйтіп тұрғанда сонда да менің жұмсақтығым бар ғой енді кішкене жүрегімде ше. Сөйтіп жігітіммен көңілін көтерейін деген сияқты өзіміздің Теміртаудағы клубника шоколад жасайтын қызға айттым. Дайын клубника болса маған жібере саласыз ба деп. Ол қыз да 15 минутта әкеліп бере салды. Сонымен жігітімді қуантайын деп жатырмын. Негізі қалай ойлайсыздар? Бірінші ұрысып қалғанда кім кешірім сұрап жақсы сөйлеген дұрыс. Открыткасы жоқ екен. Ішіне өзім қолдан ішімдегі сөздерді жазып алдым. Енді кішкене романтикаға жақындығым бар да енді. Сөйтіп жүріп ана алған клубникамды алып жігітіме апарып бердім. Ол да қуанып қалды. Балдарым да мәз, мен де мәз. Негізі былай қатты ұрысып, бір-бірімізге обидостап жүргеннен лучше арада біреуі кішірейіп бірдеңесін әкеліп кешірім сұрай салған дұрыс қой. Мен сөзіме қосыласыздар ма? Маған тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге рахмет. Всем пока.